Сәлем қыздар. Бүгін біз мукбанг түсіріп жатырмыз, келініміз екеуміз. Ханым, өзіміз қолдан жасалған ханым. Мына біздің цицибилиміз. Мына біздің перчигіміз. Домашний қолдан істелінген. И кетчуп майонез. Ас болсын. И қарадан. И тағы да мына қаймақ. Қаймақ и көк чай. Көк чайды біз уже құйып қойдық. Қазір құйып қойдық. Міне. Так, бізге ас болсын. Біз бүгін тамақ ішкен жоқпыз асаннан бері. Енді ішейін деп жатырмыз. Концертке барып келдік та, соменен мукбанг түсіріп жатырмыз. Өте керемет, әдемі, сочный, тестасы өте жұқа, қыздар. Біздің ауылда медпункт ашылып жатыр. Соны открытиясына барып келдім, мама. Мама, кетчуп майонез салайын ба шетіне? Мына жерге саласылайын, иә? Кеше біздің видеомызды көрдіңіздер ма? Қарадан. Қолдан жайғаныз маманың рецептімен мынау. Енді тестасы өте жұқа, қыздар. Міне, қарайыздар тестасы. Әдемі. Көріп тұр ма? Бәрі әдемілік көрініп тұр. Ат недандай? Вегетарианский. Етсіз мама күшті болады деді, соны көрдік. Қараңыздар. Былай аламыз. И көреміз. Бисмилlah. Вообще күшті. Прям күшті. Қалай кеше біздің түсірген чекеніміз өте керемет болған ба, көріп жатырсыздар қандай? Не, отзыв беріңіздер десінші. Отзыв беріңіздер. Бірақ мама комментариялар жақсы. Бәрі айтып жатыр. Енеге ұқсайды екесін деп. Бізде мама сол видеоны салғалы. Тек қана сол видеоны көріп жатыр. Көргенде комментарийін оқып тұрады. Сондықтан комментарий жаза беріңіздер. Сондай. Егер осындай сіздерге контент ұнайтын болса, біз мама екеуміз күнде түсіріп тұрамыз сіздер үшін. Мынау бізде картошка, сәбіз, пияз и ішінде іші май. Қойдың іші майы. Сонымен істедік, прям сочный болады екен, қараңыздаршы. Прям күшті болады екен. Бұл қанымды жеген де арманда, жемеген де арманда, қыздар. Точно. Біз оң қолмен жеп жатырмыз, тағы ескертіп қояйық. Ата жазып өтістер, оң қолмен жеңдер, оң қолмен жеңдер деп. Прям перчикпен өте жақсы күшті кетеді, қыздар. Енді огуректіңкі көп еккен екенбіз, бәрін банкіге жауып алдық. Яғни халапеньо өзіміз қолдан жаптық. Мама осындай перчик істеші деді. Қаймақпен де күшті кетеді екен. Кешегі видеомызда светті дұрыс қоймаппыз, и свет біздің үстімізден прям бетімізге жанып тұрды, дұрыс көрсетпеді. Бүгін енді нормально болатын шығар. Кетчуп күшті екен, мама? Прям жақсы кетіп жатыр. Қарасаңыздар, шу қалай жеп қойдық. Осы мукбанг түсіргеннен кейін біз бұдан кейін тамақ жемейміз біз. Қаймақ. Қандай күшті.
лайк басып отырыңыздар. Комментарий жазып қыздар. Өз камераға жесең тез тойып қаласың. Мама қара нан жейді, мен ақ нан жеймін. Қара нан бізде, фруктовый. Қаймақ прям күшті. Мен сөйтіп салайын. Кішкене. Күшті кетті, прям күшті кетті. Кешкі уақыт. Біз осыны жеп алғаннан кейін тамақ істейміз. Біз бұл ораманы кеше істегенбіз. Бүгін өзіміз түсіріп жатырмыз. Одан кейін көкшіл жақсы кетеді ғой. Сенсіз, мама. Бетпунктың артритесіне барып, қарнымыз ашқап қой. Прям өте жақсы. Аппетит болып жатыр да, қыздар. Аппетитпен жеп жатыр қойсаңызшы. Керемет. Иә, күшті кетті. Прям бір касканы жеп қойдық. Бір листті. Сондай. Жеңіз, мама. Мен болдым уже. Біреуін сен, біреуін мен жеселайық қалдырмай. Истеміз ға. Вообще күшті қыздар. Прям еті ішінде еті жоқ болса да прям күшті. Тәтті болған. Прям күшті болған. Е? Е. Артынан енді көк шай ішеміз. Да. Жақсы кетіп жатыр мына шайды. Ханымнан кейін шай жақсы кетті. Все, достар. Егер біз қызық болсақ, бізге жазып тұрыңыздар, лайк басып тұрыңыздар, комментарий жазып тұрыңыздар. Бүгінге осы. Келесі жолы сіздер жазсаңыздар, не түсіру керек екенімізді біз соны түсіруге тырысамыз. Егер біздегі бар продуктылар болатын болса, потому что біз енді ауылды жерде тұрамыз. Ол алыс барып келген. Алдын ала айтып қойсаңыздар, әйтеуір бір түсіреміз. Өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сонымен, мама, сау болыңыздар.